Үй жағдайында қызыл ірімшіктің қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Парақшам өте пайдалы. Парақшама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Бісміллах деп ең алдымен қазанымызды қатты отқа қойып, оның үстінен 3 литр сүтімізді құямыз. Қайнауға жақын қалғанда үстінен 1 бокал айран құйып, жақсылап араластырамыз. Айран қосқаннан кейін сүтіміз осылай іри бастайды. Енді қатты отты ақырын қойып, қақпағын жартылай жауып, 2-3 сағаттың көлемінде қайнатамыз. Арасында қарап, араластырып отырамыз. Мінекей, мына жерде 2 сағаттан аса уақыт қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене қызарып жатыр. Енді үстіне дәміне қарай кішкене қант салып, қант ерігенше жақсылап араластырып, осы баяу отта жартылай қақпағын жауып, тағы да 2 сағаттың көлемінде қайнатамыз. Мінекей, тағы да 2 сағаттан аса уақыт қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің ірімшіктеріміз қызарып дайын болды, суы тартылды. Дәл осындай қызарғанда біздің ірімшіктеріміз дайын деген сөз. Енді осы ірімшіктердің суынан ажырататын боламыз. Ол үшін дәл осы видеода көрсетіліп тұрғандай бір бос ыдыстың үстіне сита қойып, оның үстіне марле қоямыз. Оның үстінен ірімшіктерімізді салып, бір тексетіп жайып аламыз. Кейін марлемен жақсылап орап, оның үстінен ауыр бойындағы суын сығып шығаратындай етіп бір ыдыс қойып қоямыз. Бір түнге немесе 3-4 сағатқа қалдырамыз. Мінекей, қызыл ірімшігіміз бір түн бойы тұрды. Мен оның формасын өте жақсы ұстау үшін осындай домалақ формаға алмастырдым. Енді бірге ашып көретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай формасын өте жақсы ұстап тұр. Бойындағы артық судың барлығы шығып кеткен. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.